бүгін Абат шаңырақ, Абат көше, Абат мәхәлле республикалық таңлауы өткерілмекте. Ноябрь айының басталуынан бастап, бірінші мәхәлле басқышы, ондан кейін районлық кеңес басқышы, ондан кейін республикалық Қарақалпақстан Республикасы бойынша аймақлық басқышы өткерілмекте. Бұндан соң бірінші 5 декабрь күндер аралығында Өзбекстан Республикалық басқышы өткеру белгіленген. Осы құрметті президентіміздің қабыл еткен арнаулы қарарлар шеңберінде мәхәлле системасында түпкілікті өзгерту, халқымыздың абадан тұрмысын тәмінлеу бағдарында бірқанша ұнамды жұмыстар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, тек қана Қарақалпақстанды рауажландыру бойынша қаншадан қанша халқымыздың тұрмысын абат етуге бағдарланған қарарлар қабыл етіліп, бүгінгі күнде бұның әмелін әрбір шаңырақта сезуімізге болады. Атап айтатын болсақ, бүгін таңлауға қатынасып отырған барлық қатынасушыларды көріп отырмыз. Олардың шаңырағындағы әмелге асырған жұмыстар, өз шаңырағындағы жетіскенліктерін әрбір халқымызға, әрбір шаңыраққа үлгі етсек арзитұғын шаңырақла қатынасып отқанын көріп, жүдә қуанышлымыз. Туысын айтқанда, мемлекетімізде Қарақалпақстан Республикасына рауажландыру бойынша қабыл етілетін қарарлардың барлығын бірінші халықтың машқалаларын тыңлауда жоғары кеңес басшылығы тарапынан үйренулер әмелге асырылуы, әрбір шаңыраққа кіріп баруы, олардың машқалаларын үйренуі, оларға шешім таптыру жолындағы қарарлар қабыл етілуі нәтижесінде бүгінгі күнде түпкілікті өзгерістер жүз бермекте. Әрбір мәхәлле системасында жетіліктің чөлкемлестірілуі һәм оның әрбір шаңыраққа кіріп баруы бұл халқымызды елі де разы қылу жолындағы істелініп жатқан жұмыстардың бір жемісі десек болады. Бүгінгі қатынасушыларға Өзбекстан көлемінде өткерілетін таңлауға белсенді қатынасуға тілектестік білдіріп қаламыз, һәм жеңімпаз болуын біз үміт етіп қаламыз. Бұл жердегі шөлкемлестірушілерге, райондағы шөлкемлестірушілерге һәммесіне миннеттаршылық білдіреміз. Әлбетте бұндай таңлаулар кеше ғана көше билері таңлауы өткерілді. Бүгін болса Абат шаңырақ, Абат көше, Абат мәхәлле таңлауы өткерілмекте. Әлбетте бұлардың барлығының түп негізінде халқымыздың абадан тұрмысын тәмінлеу, рауажлану һәм халықты разы қылу жолындағы қадамдардан деп есептеймін.